Сәлем баршаңызға. Дертке шипа арнасына қош келдіңіздер. Бүгін жалбыздың ағзаға пайдасы жайлы ақпарат беріледі. Каналға тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Жалбыз адам ағзасына өте пайдалы өсімдік. Нақтырақ айтқанда, ас қорыту жолдарын жақсартады, деніңді тазалайды, аллергияның алдын алады, бас ауруын қойдырады, тыныс жолдарын ашады. Бір сөзбен айтқанда, кез келген дертті емдейтін табиғи антибиотик. Жалбыздың жөтелге қарсы пайдасы мол. Жұпар иісті әрі ерекше дәмі бар, жалбыз көптеген ауруға ем бола алатын қасиетке ие. Шектің жұмысын реттейді. Жалбызды тұтыну арқылы шектегі артық газдан арылып, түсінуді емдейсіз. Оның құрамындағы заттар ас қорыту жүйесінің бұлшық еттерін босаңсытуға көмектесіп, ауырсынуды жеңілдетеді. Шектің тегіс бұлшық еттері белсенді түрде жиырылуын тоқтатады. Бас ауруын басады. Жалбыздың бас ауруын қойдыратын қасиеті бар. Өсімдіктің құрамында қан ағымын арттыратын ментол бар, сонымен қатар салқындық сезімін береді. Мамандар осының әсерінен ауырсыну басылады дегенді алға тартады. Олардың айтуынша, жалбыз майын маңдайға жақса, парацетаминофенмен бірдей әсер етеді екен, демді тазалайды. Байқасаңыз, жалбызды тіс пастасына, ауыз шаятын сұйықтыққа, сағызға дәмдеуіш ретінде қосады. Оның жағымды хош иісі ауыз қуысындағы микробтардың жойылуына ықпал етеді. Нәтижесінде деміңіз тазарып, ауыздан жағымсыз иіс шықпайды. Тыныс алу жолдарын жақсартады. Жалбыздың бактерияға, вирусқа және қабынуға қарсы күресетін керемет әсері бар. Сондықтан жірвей, суық тию және синусит аурулары мазалағанда дереу жалбыз қосылған шай ішіңіз. Жалбыз жалпы суықпен күресетін супер дәрі. Сонымен қатар жалбыздың құрамындағы ментол мұрын қуысында ауа ағынын қабылдауды жақсартады. Ендеше мұрныңыз бітеліп немесе су ағып бастаса, жалбыз қосылған сумен бұлау жасаңыз. Шаршағанды басады. Шаршау сіздің өмір сүру салтыңызға кері әсер етеді. Шаршаған адамның күні бойы жұмысқа құлшынысы болмайды. Бұл дерттен құтылғыңыз келсе, таңертең жалбыз қосылған шай ішуді әдетке айналдырыңыз. Бұл өсімдіктің құрамындағы қосылыстар дененің энергетикалық әлеуетіне пайдалы әсер етеді. Оның хош иісі күндізгі ұйқышылдықты жеңеді, табиғи антибиотик. Жалбыздың шайынан бөлек, майының да емдік қасиеті орасан зор. Мәселен, бактерияға қарсы әсері бар екендігі ғылыми түрде анықталған. Оның ішек таяқшаларына, листерияларға, сальмонеллаларға қарсы белсенді күреседі. Сонымен қатар, пневмонияны тудыратын стафилококктар мен микробтардың көзін жояды. Ұйқыны қалыпқа келтіреді. Ұйқыға жатар алдында бір кесе жалбыз шайын ішсеңіз, таңға дейін тыныш ұйықтайсыз. Себебі өсімдіктің құрамында кофеин жоқ. Соның әсерінен денені босаңсытып, бұлшық етті демалдырады. Артық салмақтан арылтады. Салмақты жоғалтқысы келетін кез келген адам қара немесе көк шайдың орнына жалбыз шайын ішсе болады. Ғалымдар жалбыз шөбінің тәбетті басатын қасиетін анықтаған. Сондықтан шай орнына ішетін болсаңыз, артық тамақтануды тоқтатасыз. Аллергияны жояды. Жалбыздың химиялық формуласында аллергия белгілерін азайтатын розмарин қышқылы бар. Егер көзіңіз қышып, мұрныңыздан су ағып, аллергиялық жөтел мазаласа, онда бір шыны жалбыз қосылған шай ішіңіз. Сонда аллергияны айтарлықтай жеңесіз. Есте сақтау қабілетін жақсартады. Зерттеушілер жалбыздың хош иісті майы есте сақтау қабілетін жақсартады деген тұжырым жасайды. Басқа эфир майымен салыстырғанда, бұл өсімдік жұмысқа жақсы көңіл бөлуге көмектеседі екен. Көңіл күйіңізді көтереді. Бұл тамаша сусынды ыстық және салқын күйінде іше аласыз. Емдік шайдың жағымды дәмі жүйкеңізді тынықтырып, көңіліңізді көтереді. Жалбыз шайының жасалу жолы: термосқа 2 стақан қайнаған су құйыңыз. Оған бір уыс жалбызды салып, қақпағын жауып қоясыз. Шамамен 5 минуттан соң емдік шайды сүзіп алып, кез келген уақытта шай ретінде іше аласыз. Шайды мейлінше тамақтан соң ішіңіз. Сонда жеп ішкен тамағыңыз қорытылып, асқазан жолдарын жеңілдетеді. Таңертең ішсеңіз, күні бойы бойыңызда қуатыңыз тасып жүреді. Ал ұйқыға жатар алдында ішсеңіз, ұйқыңыз қанады. Жалбызды қолдану аясы өте кең. Тамақ дайындауда және медицинамен қатар косметика өндірісінде, ароматерапияда және басқа салаларда қолданылады.
Жалбыздың керемет жағымды хош иісі бар екенін бәрі біледі. Ол сусындар мен тағамдардың дәмін толықтырып қана қоймай, адамның жүйке жүйесіне тыныштандыратын әсер етеді. Жалбыз өте көп мөлшерде эфир майлары, илік және биологиялық белсенді заттар, глюкоза, фитонцидтер, майлар, каротин, минералды тұздар сияқты пайдалы компоненттерден тұрады. Бұл өсімдік және ірі дәрумендеріне бай. Өздеріңіз білетіндей, жалбыз құрамында ментол көп мөлшерде болады. Бұл элемент ауруды басатын қасиеттермен танымал. Сонымен қатар, оның антисептикалық және спазмолитикалық әсері бар. Ментол жүрек бұлшық етінің жұмысын қалыпқа келтіретін коронарлық тамырлардың кеңеюіне ықпал етеді. Жалбызды тіс ауруы кезінде қолдану тиімді. Әрине, тыныс алу жолдарының аурулары мен бронхитті емдеуде осы халықтық әдістің пайдалы қасиеттерін бағаламау мүмкін емес. Бұл науқастың жөтілгендегі жағдайын едәуір жеңілдетеді, тамақ ауруын жояды, жұтынуды жеңілдетеді және қақырықты шығаруға ықпал етеді. Жалбыздың бас сақинасын емдеуде кеңінен қолданылатындығын бәрі біле бермейді. Шекеңізді жалбыздың кесілген жапырақтармен сүрту жеткілікті, сонда ауырсыну басылады, ал оның сергітетін жағымды хош иісі жүрек айнуды басады. Жалбыз майы ингаляцияға өте тиімді. Мұндай процедуралар суық тигенде тыныс алуды жеңілдетеді және емдеу үдерісін едәуір жеделдетеді. Жалбыз жүрек қан тамырлары ауруларын емдеуге арналған көптеген кешенді дәрі-дәрмектердің бір бөлігі болып табылады. Мысалы, волокордин, зеленин тамшылары және тағы сол сияқты. Асқазан ішек жолдары ауруларынан болатын тәбет жоғалуы кезінде жалбыз қайнатпасы көп көмектеседі. Жалбыздың негізінде қайнатылған шайдың пайдалы қасиеттері көп, ол керемет хош иіске ие және дәмі тіл үйіріп қана қоймайды. Сонымен қатар күйзелісті басып, жүйке жүйесін тыныштандырады және ұйықтауды жеңілдетеді. Жалбыз қосылған шай әлем бойынша ең танымал сусынның бірі. Оның жағымды сергіткіш дәмімен қатар біраз емдік қасиеттері бар. Ас қорыту жүйесіне жағымды әсер етеді. Ашы жалбыз іштің кебуі мен асқазанның бұзылуынан қорғайды. Сонымен қатар зерттеулер жалбыз сығындысы ішкі ағзаларды босаңсытып, ауырғанды жеңілдететінін дәлелдеді. Кей зерттеулердің сараптамасы бойынша ашы жалбызды 4 апта бойы қолданса, асқазан бұзылуының белгілері 40-ға азаяды екен. Сондай-ақ жалбыз жүрек айнуды басады. Бас ауруын жеңілдетеді. Ашы жалбыз бұлшықеттерді босаңсытады. Сондықтан ол бас аурудың кейбір түрлерімен күресуге көмектесе алады. Жалбыз қысымды көтеріп жіберуі мүмкін болғандықтан, жоғары қысыммен қиналатын адамдарға жалбыз майын самайға жағу ұсынылады. Ал қысымы төмен адамдар үшін жалбыз қосылған шай керемет шешім. Энергиямен қуаттайды. Жалбыз шайымен қатысты зерттеулер оның жүйке жүйесіне жағымды әсер ететінін, энергия деңгейін арттыратынын және күндізгі ұйқыны басатынын көрсетті. Арықтауға көмектеседі. Жалбыз қосылған шайдың сергітетін тәтті дәмі бар, бірақ оның құрамында кофеин мен калория жоқ. Сондай-ақ жалбыз шайы тәбетті сәл басады. Зейін қоюды арттырады. Зейін қоюмен қиналатын адамдарға ашы жалбыз көмектеседі. Сонымен қатар ол есте сақтауға және реакция жылдамдығына жағымды әсер етеді. Бактериялық жұқпалармен күреседі. Ашы жалбызды кей бактериялармен, соның ішінде стафилококк, сальмонелла және листерия бактериялармен күресуде қосымша құрал ретінде қолдануға болады. Жалбыз микроағзалардың көбеюіне қарсы тұрады және тыныс алуды жеңілдетеді. Құрметті оқырмандар, каналға тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпаңыздар.